Сәлеметсіздер ме, құрметті телекөрермендер. Бүгінгі елге қызмет бағдарламасын кезекті шығарылымын өткіземіз. Және оның жүргізушісі Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істер агенттігінің Павлодар облысы бойынша департаментінің мемлекеттік қызмет саласындағы бақылау басқармасының бас маманы Руслан Иманқұлов. Бүгінгі тақырып ол әдеп жөніндегі уәкілдің жұмысы және мемлекеттік қызметшілерге әдеп кодексінің жаңа редакциясы. Және біздің қонақта Аққулы ауданы әкімінің орынбасары, Аққулы ауданы әкім аппаратының әдеп жөніндегі уәкілі Алма Жантемірқызы Қасымова келіп отыр. Бастамай тұра айтып кету керек, Алма Жантемірқызы 2018 жылдан бері әдеп жөніндегі уәкілдің қызметін атқарады. Алма Жантемірқызы әдеп жөніндегі уәкілдің функциясын іске асыру үшін бүгінгі күні қандай жұмыстар атқарып жатырсыздар? Сәлеметсіздер ме? 2015 жылдан бастап әдеп жөніндегі уәкілдің ережесі бекітілгеннен кейін, сол ережеге сәйкес 2018 жылдан бастап осы қызметті атқарып келе жатырмын. Енді өз жұмысымызды біз ережеге сәйкес жоспарлаймыз. Ең бастысы әдеп жөніндегі уәкілдің жұмыс жоспары, барлық мәліметтер біздің интернет ресурстарда, әлеуметтік желілерде, бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланады жылдың басында, және де жұмыс кестесі. Апта сайын бейсенбі күні жеке қабылдау жүргіземіз. Мысалы, биылғы жылы біз әрбір ауылдық округтерде осындай жеке қабылдаударды өткіздік. Жалпы жыл бойы 4 өтініш түсті өзіме. Барлық өтініштер заңға сәйкес қарастырылып, түсіндірме жұмыстар жүргізді, жауаптар берілді азаматтарға. Одан басқа тағы да маңызды бағыттардың бірі ол мемлекеттік мекемелерде моральдық этикалық ахуалды зерттеу. Ол үшін біз 90 сайын анонимдік сауалнама өткіземіз. Оның қорытындыларын зерттеп, анализ жасап, керек кезінде біз мемлекеттік мекемелерде жеке кездесу өткіземіз. Ұжымдарда, басшы мен мамандардың арасында қарым-қатынасы бойынша. Өйткені көбінесе мемлекеттік мекемелер ұжымында мысалы сұрақтар туындайды. Мүмкін мамандардың міндеттерін әртүрлі жүктеу. Сондықтан да оны біздің мамандар сауалнамада жазады. Біз әр сондай жағдай болғанда оны зерттейміз, түсіндіреміз және де қалыпқа келтіреміз. Содан кейін тұрақты негізде біз 90 сайын мемлекеттік қызметшілер арасында семинарлар өткіземіз. Жалпы Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет туралы, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдар туралы жалпы әдеп кодексін бұзбау бойынша профилактикалық алдын ала жұмыстарын өткіземіз. Және де мен әдеп жөніндегі уәкіл ретінде тәртіптік комиссияның материалдарын қараймын. Жалпы тәртіптік жауапкершілікке тарту бойынша, әкімшілік жауапкершілікке тарту бойынша сондай мәліметтерді зерттейміз. Құқықтық статистика және арнайы есепке алу комитетінің арнайы мәліметтерін 90 сайын біз алып көреміз. Егерде сондай біздің мемлекеттік қызметшілер сондай жауапкершілікке тартылса, олармен біз түсіндіру жұмыстарын өткіземіз. Сіз мемлекеттік қызмет сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңын және әдеп кодексінің бұзылуын алдын алу туралы бірнеше рет айтып өттіңіз. Мемлекеттік қызметке қандай талаптарды сақтауға міндетті? Мемлекеттік қызметшілер ең басты Қазақстан Республикасының заңдарын сақтау керек. Өз міндеттерін сапалы орындау тиіс. Және де әдеп жөніндегі кодексін бұзбау керек. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл стандарттарын сақтау қажет. Негізі сыбайлас жемқорлыққа қарсы жұмысты әр мемлекеттік қызметші, әр мемлекеттік мекеме жүргізу керек. Өзіңіз білетіндей, енді облыста, қалада, аудандарда мемлекеттік қызметшілер мас күйде автокөлік құралдарын басқару, бұзу фактілері орын алуда, және де нәтижесінде олар теріс себептермен қызметтен шығарылады. Осы мемлекеттік қызметшілер тарапынан осындай бұзушылықтар анықталған кезде қандай сіздердің тараптарыңызда шаралар қолданылады? Әдеп жөніндегі уәкілі болғаннан кейін, ол менің міндетім. Біз білеміз, ақпарат құралдарынан естейміз, әдеп комиссиясына
қатысамыз, ондай келеңсіз жағдайлар болып жатады. Енді біздің ауданымызда мына ақыр жылдары ондай факторлар анықталған жоқ, бірақ та басқа аудандарда, облыс көлемінде біз білеміз. Сондықтан да сол осы мысалдарды мысал ретінде келтіріп, мемлекеттік қызметшілердің кездесу ретінде, әңгімелесу ретінде мысал келтіріп, қайда соғады осындай әрекеттер. Жалпы өзіңіз айтыңыз ғой, ол жұмыстан босатылады ондай қызметкер. Сондықтан да түсіндірме жұмыстарын жүргіземіз, түсіндіреміз. Егер де біз енді барлығымыз адам баласымыз, той домалақтар болады, қонаққа барамыз. Ондай болғанда рөлге отырмау керек, басқармау керек. Такси жалдап, мүмкін біреуді енді біреудің машинасымен үйге қайтып. Сондықтан да осындай түсіндірме жұмыстарын профилактика жүргіземіз. Сіз енді 2018-ден бастап осындай фактілер әлі орын алған жоқ? Жоқ, біздің ауданымызда осындай фактілер орын алған жоқ. Мына мереке қарсаңында, демалыс күндері жалпы жеке автокөлікті басқару, мас күйінде басқарудан бас тартуға біз сондай жұмыстарды өткіземіз. Мемлекеттік қызметшілерге немесе мысалы мемлекеттік қызметке кіргісі келетін қандай ұсыныстар бере алар едіңіз? Мемлекеттік қызмет ету ол қоғам және мемлекет тарапынан ерекше сенім білдіру болып табылады. Және де мемлекеттік қызметшілердің қызметтік этикасына өте жоғары талаптар қойылады. Қоғам мемлекет қызметшілерден өз міндеттерін сапалы түрде, тиімді түрде орындауын күтеді. Сондықтан да мемлекеттік қызметші осы талаптарға сай болу керек. Сондықтан да адам егерде мемлекет осында ой болса, мемлекетке кірердің алдында осыны сезіну керек. Қалай ойлайсыз, жаңа әдеп кодексінің енгізілуіне не себеп болды? Және мемлекеттік қызметшілерге қойылатын талаптарға қатысты қандай өзгерістер бар? Биылғы жылдың басында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев жалпы мемлекеттік қызметті жаңа жүктеу, жаңа тәсілдер енгізу бойынша қажеттілігін атап өтті ғой. Осы тапсырма барысында әдеп жөніндегі кодекс жаңа редакцияда қабылданды. Егерде ескі редакциясында жалпы мемлекеттік қызметшіге қойылатын талаптар біріктірілсе, жаңа редакциясында қызметтік этика нормалары бөлек шығарылып белгіленді. Мемлекет қызметшіден адамгершілік қалыптасуын қажет етеді. Жалпы жаңа кодекста құрылымда өзгерді. Жаңа тарау пайда болды, ол этикалық принциптер деген әрбір мемлекет қызметшіге қойылатын принциптер, ол адалдық, ниеттілік, әділдік, сыпайылық, ашықтық, тұтынушыға бағдарлану. Осы екі соңғы талаптар, принциптер енді басым болып келе жатыр. Өйткені мемлекеттік қызметшілер халықпен қарым-қатынасы болу керек, және де әрбір әрекеттің ашықтығын қамтамасыз ету керек. Мемлекеттік қызметшілерге немесе мемлекеттік қызмет заңнамасы және әдеп кодексінің талаптарын сақтау бойынша қандай ұсыныстар берер алар едіңіз? Бүгінгі күні мемлекеттік қызметшілер қоғам талаптарына сай болу керек. Өйткені біздің негізгі мақсатымыз азаматтардың құқықтық мүдделеріне қызмет ету. Сондықтан мен ойлаймын, біз барлық заңдарды, әдеп жөніндегі кодексті бұзбауымыз керек. Барлық талаптарды сақтау керек. Егер де біз әдеп жөніндегі кодексті бұзбасақ, қатаң сақтасақ, негативтік дейді ғой, мінез құлықтар, әдепсіз мінез құлықтар болмайды. Мемлекеттік қызмет атқарғаннан кейін енді осындай мемлекеттік әдеп кодекс талаптарын сақтауға міндеттіміз ғой. Әрине. Алма Жантемірқызы осындай сұрақтарға жауап беріңіз, көптен көп рахмет айтамын. Құрметті телекөрермендер, бүгінгі елге қызмет бағдарламасы осымен аяқталды. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, тәуелсіздігіміз мәңгі, жаңа Қазақстан жасай берсін.